Кейбір адамдар қаржылық сауаты мен сарапшылық қасиетінің арқасында интернет арқылы ақша табады. Оларды трейдер деп атайды. Трейдерлер қор биржасында немесе онлайн сауда платформаларында сауда жасайтындар. Әдеттегі тар мағынада трейдерлер нарықты және олармен жұмыс істейтін активтің бағасын үнемі қадағалап, көптеген транзакциялар жасайтын алыпсатарлар деп аталады. Қарапайым тілмен айтқанда, сауда бұл биржалық сауда. Оның мәні баға айырмашылығынан пайда алу мақсатында қаржы құралдарын сатып алу, сату мәмілелерін жасау болып табылады. Биржалық сауданың объектілері валюталар, бағалы қағаздар, келісім шарттардың әртүрлі түрлері және тағы басқалары. Сауда-саттықты бастағыңыз келсе, ең алдымен менің ойымша жақсы сенімді брокерді табу керек. Сенімділік дәрежесі әртүрлі ондаған брокерлік компаниялар ұсынған көптеген рейтингтері бар. Сауда алаңын таңдаған кезде оның тарихын және жұмыс үшін ұсынатын шарттарын зерделеу керек. Дағдарыс кезінде жақсы нәтиже көрсеткен компанияны таңдаған жөн. Форс-мажорлық жағдайдан кейін оның қаншалықты тез қалпына келгенін және клиенттердің қаражатын қалай қорғағанын біліңіз.